көреміз. Жүр. Кім? Апай! Сәлем! Молодец! Қайырлы күн, сіздермен таным бағдарламасы. Бүгін әдеттегідей сіздерге қызықты тақырыпты қозғайтын боламыз. Сурдопедагогика мамандығы және оның атқаратын қызметтері жайында бүгін сіздермен ақпарат бөлісеміз. Сурдопедагогика мамандығы есту қабілеті зақымдалған, соның ішінде кохлеарлы имплантация тағатын, есту аппаратын тағатын балаларды арнайы оқыту, тәрбиелеу және оңалту жұмысын жүргізетін арнайы педагогика саласы бойынша жоғары педагогикалық білімі бар маман иесі болып табылады. Кохлеарлы имплантация және сөйлеу процессорын қосқаннан кейін, операциядан кейін баланың өміріндегі жаңа кезең дыбыстар әлемін игеру болып табылады. Яғни осы кезеңде баланың сәтті, жақсы сөйлеп кетуі үшін әсер ететін негізгі бір фактор сурдопедагог маман және ата-аналармен бірге жүргізілген ерте есту сөйлеу қабілетін дамыту жұмысы болып табылады. Дыбыс бар! Бүгінгі таңда еліміздегі педагогикалық психологиялық кабинеттерде, түзету оңалту орталықтарында сурдопедагог маманы бола бермейді. Сондықтан есту қабілеті зақымдалған балалармен кез келген арнайы педагог, яғни дефектолог, логопед мамандар жұмыс жасай алады. Сурдопедагог есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған арнайы түзету дамыту бағдарламасын жүзеге асырады. Түзету жұмыстары басталғанға дейін баламен алдын ала сөйлеу психикалық дамуын, баланың сондай-ақ отбасындағы тәрбиенің әлеуметтік даму жағдайларын бағалайды. Ата-аналардан ақпарат алу үшін кейіннен тәжірибеде қолданылатын әртүрлі сауалнамалар, анкеталар қолданылады. Оның ішінде ауызша сөйлеуді тексеру шкалалары, тағы да есту сөйлеу және мінез құлық деңгейін анықтауға арналған шкалалар қолданылады. Баламен жұмысты бастамас бұрын арнайы шарттар мен талаптар орындауы тиістіміз. Біріншіден, кохлеарлық импланттың сөйлеу процесі жақсы жұмыс істеу керек және бала оны үнемі тағып жүру керек. Екіншіден, сөйлеу процессоры дұрыс бапталу керек. Үшіншіден, дыбыстарды қабылдау үшін қолайлы жағдайлар үй жағдайында жасалу керек. Төртіншіден, сабақ барысында жағымды психологиялық жағдай жасалу керек бала үшін. Төртіншіден, абилитация процесінде бала тәрбиесіне қатысатын барлық отбасы мүшелері бірдей атсалысу керек.